Бәріне сәлем, қалдарың қалай? Біз бүгін менің өмірімдегі қызықты сәттері туралы сөйлесетін боламыз. Бүгін мен өзімнің ерекше қызықты сәттерімді айтып өтетін боламын. Өзіме қатты есімде қалқыған олар. Ол сәттер, бірінші сәтім ол больницада болған болатын. Больницада мен соқыр шекпен жатқаған болатынмын. Сол кезде палатаға жатқызды мені. Сол палатаға жатқызған кезде бір апалар, жанымда бір апалар жатқан болатын. Сол апалар, мен соткыш құлап жаттым, солай жата бердім да. Біраз енді өтті, бойдарым тынышталды, біраз ғана ауырып тұрған болатын. Сол кезде апалар маған қарап айтады да, типа, мына қыз деген ауырған қызға ұқсамайды ғой, дәрігерге айтайық. Одан да екінші апаға айтады да, сен жат осы төсекке, ол қыз деген шығарсау керек, ол қыз деген бара берсін, дәрігерге айтайықшы деп қояды. Сол кезде менің подружкам, құрбым звондап қалады. Сол мен қазақша сөйлесе бастаймын. Сол кезде ана апалар ой деп сөйтіп бір-біріне қарап қояды. Потом мен сөйлесіп болғаннан кейін апалар сұрайды менен, сен қазақша білесің бе не? Молодец, осындай балалар деген жақсы, қазақша білет, бізде кейбір қазақтар қазақша білмейді деп маған әңгіме уже жібере бастады. Содан кейін өздерін енді ұялып тұрғанын көріп тұрдым да. Бірақ сол күні итак мен кешке таман үйге қайтқан болатын, өйткені ішім соқыр шекке подозрение ғана болды. Сол жазылып мен үйге қайтқан болатынмын сол күні. Сол кезде, сол сәт болған кезде жазылып кеттім ба білмеймін, әйтір сол кезде қатты күлген болатынмын. Оны достарыма айтқан кезде олар да күлді. Ал екінші сәтім ол Семейде болған болатын. Семейдің автобусында мен осы 11 класстың басында соткамды шығып алған болатынмын. Ол мүлдем істемей қалды. Сол үшін мен құрбымның, жан подружкамның, әлі де сол жан подружкам, соның телефонын ұстаған болатынмын. Ол телефоны беті бәрі сынық, такмыш кеткен телефон болды да. Содан кейін ол мен автобуста келе жатқан кезде, кетіп бара жатқан кезде, бір төбемде бір екі ұл тұр. Сол екі ұл бүйтіп соткама қарайды да, бір-бірлеріне айтады, телефон неме істеген, доп ойнаған ба бұл телефонмен деп прикол ұстап тұр да маған. Сонымен айтам, енді сол кезде тоже подружкалармен, достармен группада сөйлесіп жатырмын да, соны голосовой жіберіп қалам ғой, былай, балалар қалдарың қалай, мен скоро қайтамын деген сияқты сондай жіберіп қалдым да. Ана ұлдар бір-біріне қарап шок болды да, сон шығып кетті, ұялғанынан шығып кетті. Сол кезде де қатты есімде қалды, өйткені прям мені мазақтап тұрды да сол кезде. Сол кез менің вообще есімнен кетпейтін болатын шығар. Ал үшінші, ол қызықты сәт болмаса да, ол жақын арада болған, осы жазда болған. Ол кезде біздің біз Бақты ауылында тұрамыз. Бақты ауылы Қытай шекарасымен 12 километр. Біз 12 километрден баратын болсақ, біз уже Қытайда боламыз. Сода базар ашылған болатын, жаңа базар. Соған біз мам екеуміз және құрбыммен Қытайға кірген болатынбыз. Сол кірген кезде көптеген журналистер жүрді, солар менімен фотоға түсіп, мен жалғыз орыс болдым да сол жақта. Мам екеуміз ғана енді менімен фотоға түсіп, сөйтіп жүрді. Содан бір журналистер келіп, менен интервью алмақшы болды. Бірақ олар ағылшынша сұрақ қойып сөйтті де, мен бар ағылшыншамды шештім да, просто білетін сөзім бір-екі сөз ғана no yes деп айтып құтылып. Содан кейін олар настроениялары түсіп кетіп бара жатқан. Содан кейін бүйтіп маған қарап қалды да, бір апай айтады,
сен қазақша білмейсің ба деп қояды. Сосын иә білем дедім. Сол маған журналисттің бәрі жүгіріп келіп мен интервью алып сөйтті. Содан кейін менен сұрады, сен қалай қазақша білесің, қалай үйрендің деген сияқты сұрақ қойды да. Сол менің жауабым, мен Қазақстанда тұрғаннан кейін мен қазақ тілін білуге міндеттімін. Солай жауап бердім. Ал негізінде менің толық өмір баяным туралы естігілерін келсе, менің бірінші видеома қараңыздар. Бірінші видеомда мен өзім туралы түсіндірген болатынмын. Сол жерде қараңыздар. Солай мен 3 қызықты сәттерім өткен болатын. Тағы да негізі қызықты сәттерім көп, бірақ оның бәрін айта берсем ұзақ видео болып кетеді. Енді мен айтқым келгені, қазақша түсіне ма түсінбей ма адам болып қалу керек. Ол мен түсінбесем де түсінсем де, ол адамдарға, жан жақтағы адамдар, может біреу түсінетін шығар, оларға жаман тигізеді. Просто сендер енді өсектемей қойыңдар деп айтайын. Өсектемей қойыңдар елдің бәрін. Бірінші өздеріне қарап алыңдар деп айтқым келеді. Сол үшін енді бәріне рахмет мені көргендерің үшін. Маған коммент қалдырып, келесі видеом қандай болып түсіретінін туралы қалдырып кетсеңіз, мен солай қылып түсіріп беремін сіздерге. Тағы да мен айтқым келгені, маған өте қатты сендердің лайктарын, подпискаларын қажет болып тұр. Сол үшін подписаться етеміз маған. Вот, сендерге сендім. Давайте, сау болыңдар. Келесі кездескенше.